Көтерілістің шығу себептері 18 ғасырдың екінші жартысында кіші жүз қазақтары Ресей империясының отарлау саясатына тап болды. Патша үкіметі жаңа бекіністер Орал, Елек, Гириал қамалдарын салып, халықтың жерін тарылта бастады. Қазақтардың мал жайылымы азайып, өз жерінде еркін көше алмай қалды. Салық көбейді, жергілікті билік тартып алынды. Осы әділетсіздік халық наразылығын туғызды. Нәтижесінде ел Сырым датұлының соңынан еріп, азаттық жолындағы күресті бастады. Ұлт азаттық күрестің алғашқы кезеңі 1783 жылы Сырым датұлы бастаған көтеріліс бұқаралық сипат алды. Көтеріліске кіші жүздің көптеген рулары қосылды. Халықтың басты мақсаты жерін қайтарып алу және отарлық қысымға қарсы тұру еді. Сырым батыр сарбаздарын жинап, әділдік пен еркіндік жолында атқа қонды. Бұл күрес 1785 жылға дейін созылып, патша әскерлерімен бірнеше қақтығыстар болды. Батырлар мен халықтың ерлігі қазақ елінің рухын көтерді. Сырым датұлы тек батыр ғана емес, халық арасында беделді би, шешен, ел көсемі болды. Ол әділдігімен танылып, елдің бірлігін сақтауға тырысты. Сырымның «Бірлік бар жерде ел бар» деген сөзі халық ұранына айналды. Ол ел тағдырын тек найзамен емес, ақылмен шешуге ұмтылды. Сырым батырдың даналығы мен ерлігі кейінгі ұрпаққа үлгі болды. Игельстром реформалары және хан билігінің жойылуы. Көтеріліс кезінде патша үкіметі қазақ даласындағы билік жүйесін өзгертуге тырысты. 1786 жылы Орынбор генерал-губернаторы барон Игельстром жаңа реформа енгізді. Бұл реформа хан билігін жойып, оның орнына старшындар кеңесін құруды көздеді. Сырым батыр бұл реформаны халық еркіндігін шектеу деп санады. Нұралы хан патша саясатына бағынғандықтан, ел ішінде наразылық күшейді. Ақырында хан билігі жойылып, ел басқаруысы отарлық жүйеге тәуелді болды. Көтеріліс кеңейген кезеңі 1786 жылдан бастап. Көтеріліс одан әрі күшейді. Сырым датұлы сарбаздармен Орал шебіне шабуыл жасап, бекіністерге соққы берді. Көтеріліс бүкіл кіші жүзге тарады. Халықтың негізгі мақсаты әділдік орнату және отарлық езгіден құтылу еді. Бұл кезеңде Сырым елді ұйымдастырып, батырлар кеңесін құрды. Көтеріліс халық рухын оятқан үлкен тарихи оқиға болды. Көтерілістің соңғы кезеңі және жеңілу себептері. Көтеріліс ұзаққа созылды. 1790 жылдардың соңына қарай көтеріліс әлсіреді. Себебі ел ішінде алауыздық пайда болды. Кей рулар патшаға бағына бастады. Патша үкіметі қазақ билеушілерін өз жағына шығарып, халықты бөлшектеді. Күш тең емес еді. Соның салдарынан көтеріліс жеңіліс тапты. Бірақ Сырым батыр мен оның серіктері ел тәуелсіздігі үшін күресуді тоқтатпады. Сырым датұлының ерлігі ұлт тарихында мәңгі сақталды. Ол қазақ халқының азаттығы мен намысы үшін күрескен ұлы тұлға болды. Оның Сырым шыққан төбе деп аталатын қасиетті мекені бүгінде ел рухының нышаны. Сырым батырдың ерлігі ұрпаққа үлгі, елдік пен бірліктің белгісі. Сырым батыр әр істі халықпен ақылдасып шешкен. Ол білер мен старшындар арқылы ел басқарудың жаңа үлгісін көрсетті. Бұл қазақ қоғамындағы халықтық демократияның алғашқы қадамдарының бірі болды. Сырым батыр үшін ең бастысы елдің бірлігі мен әділдік еді. 1783 жылдан 1797 жылға дейін созылған Сырым датұлы бастаған көтеріліс қазақ халқының Ресей отаршылдығына қарсы алғашқы ірі қозғалысы болды. Бұл көтеріліс кейінгі Кенесары Қасымұлы бастаған қозғалыстарға жол ашты. Сырым батыр елдің еркіндігі мен азаттығы жолындағы күрестің негізін қалады. Сырым датұлы ерліктің, елдіктің және әділдіктің мәңгі символы. Оның күресі тәуелсіз Қазақстанның тарихымен тікелей сабақтас. Бүгінгі бейбіт өмір сол бабалар ерлігінің жемісі. Ел үшін еңбек еткен ер ұмытылмайды,
Бұл Сырым батырдың ұрпақта қалдырған аманаты.